Ақтөбе облысында мемлекеттік тілді меңгергендердің үлесі 91%-дан асады. Ал өзге ұлт өкілдерінің 25%-ға жуығы қазақшаға жетік. Бұл мәліметтер бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен өткен Мәңгілік ел мәртебелі тіл атты патриоттар форумында айтылды. Форум ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып ұйымдастырылды. Тақырыпты Серік Әбдібек толықтырады. Облыста тілдерді оқыту орталықтары құрылғалы бері 10 мыңнан астам адам қазақ тілін тереңдетіп оқыған. Алайда оқудың мазмұны мен сапасына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев күмәнмен қарайтынын білдірді. Форум аясындағы көрмені аралау барысында облыс басшысы ресми мәліметтің мәнісіне көңіл аударды. Біздің өзіміздің облыста қанша пайыз бізде қазақ тұрады? 81%. 90%-дан астам. 80. Мен көріп жүрмін қалай қазақша бетінде меңгеріп, игеріп, ертең өзінің жұмысында пайдалану сол бізге керек енді. Патриоттар форумына қазақ тілін жетік білетіндігі арқылы Ақтөбеде танылған, республиканы мойындатқан жерлестеріміз түгел шақырылған. Алайда олардың көпшілігі қазақтың қаймағы бұзылмаған ауылдардың өрендері. Демек, қазіргі тележурналист Аралдық Анна Данченкоға, Әйтеке билік Ольга Ганинаға, Төтенше жағдайлар комитетінің өкілі Ырғыздық Любовь Аблановаға, Астанадағы Елбасы кітапханасының қызметкері Оксана Лоскутоваға және басқаларға тілді оқыту орталықтарының қажеті болған жоқ. Қазақ балаларымен құлынтайдай тебісіп өскен орыс, украин жастары қазір мемлекеттік тілдің ырзығын көріп отыр. Өз басым осы қазақ тілін меңгерудің арқасында Астанада жұмыс істеп жүрмін. Қазір шүкір жағдайымыз бар, абыройымда жиналды деуге болады. Осының барлығы тілдің арқасы, өйткені расымен оқып жүрген кезде көптеген қиындықтар болды. Әрине тіл үйренуінде де, бірақ қарасаңыздар, қазір көптеген жастар қазақ тілін өте жақсы біледі. Ақтөбелік Череватыйлар отбасының 2 баласы қазақ мектебінде оқып жүр. Елдің ертеңі мен қазақ тілінің болашағына сенген ата-аналары Наталья мен Давидті еш ойланбастан қазақ мектебіне берген. Журналист болуды армандайтын Давид қазақ тілінің нәрімен балабақшадан бастап сусындаған. 3 жасымнан қазақ балабақшасына барып, қазір де білімімді қазақ тілінде меңгерудемін. Мен қазақ тілімен ең алғашқы таныстығым балабақшада басталды. Ал мектепке баратын кезде еш ойланбастан қазақ класын таңдадым. Мен қалауыма ата-анам да қарсы тұрған жоқ. Мен 1 класстан бастап қазақ мектепке бардым. Мен қазақша білетінді, өткені қазақ садикте бардым, қазақ садикте. Содан да үйрендім. Маған қазақша оқуды жақсы ұнайды. Облыста қазақ тілінде тәрбие беретін балабақшалардың үлесі 70%-ды, жалпы білім беретін мектептердің саны 64%-ды құраған. Ұлттық мәдени орталықтарда диаспоралардың ана тілімен қатар мемлекеттік тілді де оқыту жолға қойылған. Бұл ұлттар мен ұлыстар сүттей ұйыған, аспаны ашық мамыражай тірлігі, әлемге үлгі Қазақстанның жетістігі. Форумға қатысушыларды құттықтаған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев елбасы тапсырмаларының негізгі бағыттарына тоқталды. Қазіргі таңда өңір тұрғындарының 91%-ы қазақ тілінде, 92%-ы орыс тілін, 12%-ы үш тілде, 22%-ы ағылшын тілінде сөйлейді. Біздің ойымызша бұл енді жаман көрсеткіш емес. Ендігі біздің енді міндетіміз соны ары қарай дамытуымыз керек. Бұл жерде әрине жастардың алатын орны бөлек. Өйткені себебі өздеріңіз жақсы түсінесіздер. Еліміздің болашағы сіздерге байланысты. Форум аясында қазақ тілін жетік меңгерген өзге ұлт өкілдері сахнаға шығып, жеке жетістіктерін қазақ тілін үйренудегі қызықтары мен қиыншылықтары жайында айтты. Ал облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы қазақ тілінде білім беретін балабақша мектептерге өзге ұлт өкілдерінің бетбұрыс жасағандығын тілге тиек етті. Бүгінгі таңда Ақтөбе облысындағы өзге ұлт өкілдерінің 4-тен 1-і бүгінгі таңда белгілі деңгейде қазақ тілін меңгерген, ал жалпы облыс тұрғындарының 90-нан астам пайызы қазақ тілін белгілі бір деңгейде меңгерген деп аталады. Бүгінгі таңдағы ең жақсы үрдістің бірі ол қазақ тілді мектеп балабақшаларға өзге ұлт өкілдерінің өздерінің балаларын оқытуға, тәрбие алуға беріп жатқан. Жылдан жылға сол көбейіп тұр. Бүгінгі таңда мысалы облыс мектептеріндегі 2,5% өзге ұлттардың балалары болып табылады. Тіл саясатының басты саласы ономастика бойынша да облыс аумағында қыруар жұмыс атқарылған. Егемендік алғалы өзгертілуге жататын 167 елді мекеннің 142-сі тарихи атауларына ие болған. Ал патриоттар форумының қорытындысы бойынша қазақ тілінің өрісі мен қолдану аясын кеңейту мақсатында жиынға қатысушылар ортақ үндеу қабылдады. Серік Әбдібек, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.